Біздің келіндер менен енелердің ортасында дау көбінесе кухнядан болады. Кухнядан болады. Басқа жерде болмайды. Сол үшін кірген балаға біздің үйдің салтын түсіндіруіміз керек. Егер сен сол салт ұстасаң, егер о салт ұстамасаң, онда айтудың керегі жоқ. Біз ана показок үшін айтамыз. Енді сәлем салып тұру керексің, өз қызың өліп кете салмайды. Өз семьяң сен салмайды. Әйелің саған сен деп сөйлейді. Әйелің сені елдің алдында түсіреді абырой. Жап аузыңды дейді саған. Бүйтіп отырасың, жарайды, қош. Сөйтесінде келіннен сұрайсың сен. Сіз бізге сәлем салу керексің деп. Қалай салады ол айтыңызшы. Сол үшін сенде семьяңда бар нәрсені бірінші түсіндіріп қою керек. Біздің семьяда былай. Бізде былай. Қазір енді открыто айта беретін заман болды, біз орыс болып кеткенбіз айналайын. Бізге сәлем керек жоқ дейсің болды. Ол да спокойно жүр. Сенде жоқ нәрсені талап етпеу керексіз. Сізде бар нәрсе болса, әлхамдулилля жақсы. Егер еркек орнында болса, әйел орнында болса, онда бізде дәстүр былай еді. Бізде келін деген кейін сөйлейді. Бізде үлкендердің алдында сөйлемейді. Бірінші еркек сөйлейді бізде. Еркектің сөзіне бәріміз хоп дейміз. Содан кейін барып айтатынымызды кейін айтармыз. Айтпаса жерде қалады десең, сонда жарасады. Ал енді ене кірген күйде сен аузыңды жауып жүр. Бізде семьяда тек қана мен сөйлеймін десе, бұл да қарамай ма? Әйелде қалай әйел басу? Сонда еркекті басса, бұл да өзінің күйеуін басу керек деген сөз шығады.